Тарбағатай ауданы Ақмектеп ауылы Ақмектеп орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің география пәнінің мұғалімі, Сәбираның сыныптас құрбысымын. Сәбира Мұхамеджанова Есімбекқызы Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы Ақмектеп ауылында 1970 жылы 1 қаңтарда орта шаруа отбасында дүниеге келген. Әкесі Мұхамеджанов Есімбек фермада әртүрлі жұмыстар істеді. Анасы Саидолдина Күлшар көп жыл мектепте ұстасып, қызмет атқарып, зейнеткерлікке шыққан. Сәбира 5 ағайынды, 3 ұл, 2 қыз. Сәбира үйдің кенжесі еді. Сәбира 1977 жылы Ең жол 8 жылдық мектебінің 1-ші сыныбына оқуға қабылданып, 1984 жылға дейін мектепте үздік оқып, мақтау грамоталармен марапатталды. Сәбира сыныпта сынып старостасы болып, сынып ұжымын өзінің ұйымдастырушылығымен басқара білген. 1984 жылы Ең жол 8 жылдық мектебін үздік бітіріп, осы жылы Өскемен педагогикалық училищесіне оқуға түседі. Шығыс өңірдің табиғатына шынығып өскен бала кезінен бір беттей өжет қыз облыс орталығы Өскемен қаласына сапар шекті. Еліміздің егемендігінің еншіленуіне, көк туымыздың көк аспанда желбіреуіне, Қазақстан мемлекетінің тәуелсіздік ел атануына себеп болған желтоқсан оқиғасы. Осы желтоқсан оқиғасына қатысып ерлік көрсеткен шығыстан шыққан жалғыз жұлдыз Сәбира. Бүгінгі күні мектебіміздің ішінен Сәбираға арнап, даңқ залының бұрышына ескерткіш тақта тас орнатылса, 2012 жылы география кабинеті ашылды. 2019 жылы Тәуке баба ұрпақтары мектеп алдына бюст орнатса, 2020 жылы мектеп бітірген түлектер ауылымызға балаларға арнап Сәбира атындағы футбол алаңын жасады. Өсіп келе жатқан өскелең ұрпақ қаһарман аталарының ерлігімен танысып, бойларына патриоттық сезім қалыптастыру мақсатында жұмыстар жүргізілді. Сәбира Есімбекқызын еске алу мақсатында өзі оқыған мектептің ұстаздары мен оқушылары үнемі еске алып әртүрлі шаралар атқарып отырады.